Теректі ауданында дәстүрлі абай оқулары өткізілді. Облыстың барлық ауданы мен Орал қаласынан жиналған үміткерлер абай шығармаларынан үзінділер оқып, әндерін орындады. Ұлы ойшылдың мол мұрасы арқылы қазақ халқының салт дәстүрін, әдебиеті мен мәдениетін, ұлттық болмысын танып білуге болады. Дат халықтық театр дайындаған көрініспен ашылған байқаудың мақсаты ұлы ақынның әдеби мұрасын жастар жадына сіңіру, жауһар дүниелер арқылы әдебиетке деген қызығушылықтарын арттыру. Өйткені абай шығармалары адамгершілік пен имандылық қайнары. Кемеңгер ұрпағына өлмейтұғын сөз қалдырды. Облыстық деңгейдегі сынға Орал қаласы мен барлық аудандардан үміткерлер қатысты. Президентіміз яғни Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастауымен үлкен эстафета жолдаған болатын. Соның бір жалғасы беттес шара өтіп жатыр. Барлық аудандардан, Бөкей Ордасы, Шыңғырлау, Тасқала, Теректі ауданынан, қаладан 15 үміткеріміз қатысуда қазіргі таңда. Байқау шарттарына сәйкес үміткерлер алғашқысында ойшылдың шығармаларынан үзінді оқыса, келесі кезеңде өлеңдеріне кезек берді. Оның мол қазынасы таусылмас рухани азық дейді қатысушы Кенесары Болғанбаев. Бүгінгі байқауға қалың елім қазағым қайран жұртым деген поэзиясын және 13-ші қара сөзін алып келіп отырмын. Бұйырса енді жеңімпаз болуға үмітіміз бар. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түстау мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі майы боп енді күртің. Байқау нәтижесінде бас жүлде Орал қаласынан келген Сабыржан Рысқалиевке бұйырды. Ол 100 мың теңге ақшалай сыйлықпен марапатталды. Екінші орында Бөрлілік Кенесары Болғанбаев иеленсе, үшінші орын Теректілік Саягүл Құлмұхановаға бұйырды. Рауан Дәли, Алтынбек Тынышқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.